Баршаңызға қайырлы күн қыздар, сіздермен бүгін фрикадельки сорпасын дайындайтын боламыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Ең бірінші біз тауықтың төс етін ет тартқыштан жақсылап өткізіп аламыз. Немесе блендерларыңыз болса, блендерға өткізіп алсаңыздар болады. Езіп алсаңыздар. Оны дайындап алғаннан кейін біз орташа сәбізді осындай үкіштен жақсылап өткізіп аламыз. Жақсылап үкіштен өткізген сәбізімізді шетіне қарай қойып, бір орташа пиязымызды турап, және 2 сарымсақ немесе 1 сарымсақ та жетеді. Соны жақсылап турап аламыз дағы. Майымызға аз ғана май мөлшерінде қуырыңыздар қыздар, көп қолдануға кеңес бермеймін. Өте денсаулығымызға өте зиян. Сол үшін кішкене ғана тамызсаңыздар жеткілікті. Сіздер қыздар қандай май қолданасыздар? Негізі зәйтүн майын қолдануға тырысыңыздар. Сол ең кішкене болса да жеңіл түрі. Көп майды қолдана бермеңіздер. Осылай картопымызды турап аламыз бірнеше бөлікке. Фаршымызға дәміне қарай тұз және мен паприка қолдандым. Дәмдеуіштерден басқа ешқандай дәмдеуіштер қолданбадым. Осылай салып, 1-2 шымшым. Үстіне жұмыртқамызды жарамыз. Жақсылап араластырып, үстіне 1 ас қасық манный кашаға жасаймыз ғой. Манна ботқасы жасайтын. Бізде осындай 1 ас қасық, міне манная крупа деп қояды. Осыны 1 ас қасық толтыра салып, жақсылап бір келкі етіп араластырамыз. Осыны араластырғаннан кейін 10-15 минутқа қойып қойымыз қажет. Себебі енді бізде манный ұнтағы кішкене бөгеді. Влажный осы бізде тауықтың еті, жұмыртқа бар, бәрі сулы болғаннан кейін, соған түскеннен кейін кішкене бөгу процесі болады. Сол біз кішкене болса да қойып қойымыз қажет. Өзіне сіңіп, бір-біріне жақсы дәмдері бірігеді. Оның ортасында біз кішкене май құйып, қазанымызға осылай пиязымызды, сарымсағымызды салып қуырамыз. Қызарғанша, сарғайғанша осылай араластыра отыра жақсылап қуырып аламыз. Үстіне сәбізімізді саламыз қыздар. Сәбізімізді, үкіштен өтілген сәбізімізді салып, қуырып, осы жұмсарғанша бұқтырамыз. Міне қазір үстіне сразу қыздар қызанағымызды және бұршымызды салуымыз қажет. Себебі қызанақ өзінің бір соғын беріп, бәріне жақсы бір бұқтырылады, сразу салу керек. Себебі ішінде бізде май аз болғандықтан ол күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін бұқтыру процесін жүргіземіз. Бұл жерде менде қатырылған морозильникте, мұздатқышта қатырылған қызанақ пен 2 түрлі бұрыш менде, тәтті бұрыш қыздар. Осылай бұқтырылып атқанда міне өзінің әдемі соғын берді қызанағымыз. Үстіне дәміне қарай жаңағы тұзымызды, паприкамызды сеуіп, картопымызды саламыз. Үстіне жылы немесе қайнап тұрған суыңызды құйып, жақсылап қайнатып пісіріп аламыз. Астын орташа отқа қойып. Міне осындай болады сұйықтығы. Енді қазір майда фрикадельки жасайтын боламыз. Міне қолымызды ең бірінші сулап аламыз. Сол кезде кішкене оңайырақ болады. Домалақтау, форма келтіру. Өздеріңіз білесіздер, тауықтың еті кішкене қолға жабысқақ болып келеді. Екінші түрі әдісі, мен осындай шай қасықты суға малып отырып, суға салам, және осы жаңағы етімізді осылай тастап отырып пісіріп аламын. Маған осы екінші әдіс қатты ұнайды.
себебі қолымызды кішкене ыңғайсыздық тудырады, иә, қолымызға жабысып. Міне, қазір жақыннан көрсететін болам сіздерге, қыздар. Мінекей осылай аламыз, сразу тастаймыз. Ортасында қасқымызды міне сулап аламыз. Сол кезде тез сырғып түсетін болады, оңай түсетін болады етіміз. Кішкене формаға келтіріп жіберсеңіздер болады негізі, қыздар. Қасықпен бүйтіп аунатып отырып, бірақ бізге формасы онша маңызды емес. Ол әдемісіз, форма әдемі емес болса да дәмді болып шығады осы суп, осы сорпамыз. Міне осылай жаңағы қолмен форма келтірген фрикаделькаларымызды салып пісіріп аламыз. Содан кейін соңында кішкене бір уыстай осындай кеспе, майда кеспеден салып жібереміз. Кішкене тойымды болғанға, балдарға да ұнайды. Міне осындай домалақ, дәмді, тойымды сорпа дайын болды. Бұны кешкі тағамға өте жеңіл, жатар алдында ішкенге. Сіздерге осындай сорпа дайындау әдісін көрсеттім. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Ас болсын, сіздермен болған Майраның асханасы.